Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін духовкада коктейль жасаймыз. Ол үшін бізге яз балығы, қабығы ашылмаған күйінде және де сарымсақ домалақ күйінде, картоп домалақ күйінде алдын ала турап алдым. Және тұз, майонез, қызыл бұрыш, қара бұрыш. Осының барлығын қолданатын боламыз. Ең алдымен балықтың төбесінен кесіп аламыз. Видеодағыдай пышақ өткір болу керек. Қабығы тазаланбаған, менде қабығы ашылмаған балық. Төбесінен кесіп аламыз. Мінекей төбесінен кесіп алып, ішіндегі қарындарын тазалап атырмын, шек қарындарын, және жақсылап ағып тұрған суға жуып тазалап аламын. Мінекей балығымды жақсылап жуып тазалап алдым. Пештің табасына май қойып, үстіне балығымды саламын. Балықтың үстіне жақсылап тұз сеуіп, бірнеше минутқа қалдырамыз. Бірнеше минутым өтті. Қызыл бұрыш және қара бұрышты үстіне қосып, сеуіп шығамыз. Келесіде майонез қосып жағып шығамыз. Видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай, осылай майонезімізді жақсылап жағып шығамыз. Үстіне кетчупты қосамыз. Сарымсақ домалақ кесілген түрінде салып шығамыз. Сарымсақтан кейін картопты домалақ күйінде саламыз. Құрамын астына жазып қоямын, қыздар.
Майонезді балықтың бетіне видеодағыдай ұзын шағып құйып шығып, одан кейін қасықпен жақсылап жағып шығамыз. Тұз дәміне қарай себеміз. 180 градуста 20-25 минутта пешке пісіріп аламыз. Қақталымыз пісіп шықты. Бетіндегі картопта жұмсақ піскен, еті де піскен, дәмі күшті. Үйде жиі жасап тұрамын. Толық видеомды көріп шықсаңыздар, жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар және подписация батырмасын басып ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Айдана.